Алматы қаласынан кеше шыққанбыз. Бүгін екінші күн. Әлі жүріп келеміз. Қазақтың кең байтақ жерлері, шаң қайырсыз жерлері, түгемейтін жерлер. Қазақтың жерін бір-екі күнде айланып болу деген мүмкін емес қой. Біздің алған бағытымыз Көкшетау. Көкшетау қаласына қарай бет алып келе жатырмыз. Көкшетаудан ары қарай солтүстік Қазақстанға бару. Бұйырса ертең бір күні солтүстік Қазақстанға да жетіп қалатын шығармыз. Қазақстанның кең байтақ жерлері міне солтүстік райондар. Бұл жердің барлығы солтүстік районға кіреді ғой негізінен. Ең жатқан жерлер аралығы 100 км жерге дейін ешқандай бір ауыл көруге болмайды. Ең дала, жері қандай тамаша. Шөбі шүйгін, су десең су бар. Су тұнық. Егістік егем десең суарудың қажеті жоқ. Егістіктің барлығы өзінен шығады. Малға да, егістікке де барлығына да болып тұрған жерлер ғой. Қандай тамаша жерлер, көрдің ба? Біздің қазақтар негізінен оңтүстік районға топтасып алған ғой, оңтүстік районда. Енді үкіметтің саясаты жақсы, солтүстік районға келіңдер деп жатыр. Солтүстік районға қоныс аударып жатқандар да бар негізінен, көп. Үкіметтің саясаты жақсы, солтүстік районға барғандарға негізінен үй алатынға 7 миллион теңгеден беріп жатыр. Егер енді үй сатып алатын болсаңыз, 7 миллион теңге дегеніміз 100 мың юан деген сөз ғой, 100 мың юан береді деген сөз ғой, көшіп барсаң. Мейлі сен шетелден келсең де болады. Қазақстанның өзінің ішіндегі оңтүстік районнан солтүстік районға келсең де болады. Көшіп келгендерге 100 мың юан ақшалай көмек береді деген сөз. Үй алып алуға, үй сатып алуға. Ал енді бұдан сырт әрбір отбасының, әрбір адамға 200 мың теңге береді деген сөз. 200 мың теңге дегеніміз 3 мың юан деген сөз ғой. 3 мың юан айналасында болады ғой. Сонда бір семья енді бір жылдық қаражаттан негізінен қысылмайды деген сөз. Бұл жаққа көшіп келсеңдер. Солтүстік райондарда жан санымен толтыру керек. Қазақтың санын көбейту керек. Жан саны аз райондар ғой негізінен бұл жақта. Үкіметтің және бұдан басқа беретін саясаттар өте көп. Толып жатыр енді бұдан басқа саясаттары көп негізінен. Қандай тамаша жерлер міне. Мынау бос қалған ауылдар, көрдіңіздер ме міне? Қаңырап бос тұр анау 2-3 этаж үйлер, 2-3 қабатты үйлер. Мынау үйлер. Қазақстанда жылына қанша бір 100 неше ауыл жабылып жатады ғой, жылына. 100-ге тарта ауыл жабылады, адамдар көшіп кеткендік себепті. Ауылдарда адам азайып бара жатыр. Егер ауылдарға баратын болсаңыздар, үкіметтің беретін тиімді саясаттары өте көп. Жәрдемі өте көп. Келу керек. Жан санын көбейту керек.